Баршаңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді ыстық тағамның рецептін көрсетем. Алдымен тұздалмаған сиыр еті, 40 қабат, картоп, сәбіз, жуаны ірілеп турап, одан кейін қызып тұрған қазанға сұйық майды құйып, еті мен жуаны салып, үстіне кішкене тұзын қосып, араластырып отырып, қуырып алдым. Дайын болғаннан кейін 1 стакан салқын суды құйып, астын баяу отта етімізді өзінің бабында қайнайтындай етіп жайлатып қоямыз. Ет қайнап жатқанда бір жұмыртқаға қамыр елеп, оны тұндырып қойдым. Енді етіміз 1 сағаттың шамасында пісті. Осы кезде үстіне картоп, сәбіз, 40 қабатты және қатырған қызанақты салып, тағы да баяу отта қайнатамыз. Тамағымыз дайын болғанға дейін қамырды жайып, арасына сұйық майын жағып, салмасына жуа мен сәбізін қосып, орап осылай дайындап алдым. Енді тамағымызда пісті, үстіне ораманы салып, дәмдеуіштерді қосып, қайнаған судан 1 стакандай құйып, жарты сағатқа тағы да баяу отта қоямыз. Тамағымыз дайын болды, ас болсын.